Жүйке жүйесі электрлік тербелістердің көмегімен бірге ағзамыздың жұмысын басқарады. Орталық жүйке жүйесінің бөліктері жұлын және ми. Ми бас сүйекте орналасқан. Негізгі бөліктері үлкен ми, аралық ми, миышық және ми бағана. Ми бағанының жалғасы омыртқаның бойымен созылатын жұлын. Шеткі жүйке жүйесі 12 жұп ми жүйкесі және 31 жұп жұлын жүйкесінен тұрады. Олар орталық жүйке жүйесі мен ағзаның басқа бөліктері арасындағы ақпараттың берілуіне жауап береді.